Сәлем достар, бүгін сіздермен біз меренгве рулет жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге ақуыз қажет болады. Оны қантпен жақсылап миксерлейтін боламыз. Бірақ ең әуелі тек ақуызды көпіргенше миксерлеп алатын боламыз. Содан соң бізде осылай көпіргеннен кейін жайлап, біртіндеп қантты қосып тағы да миксерлейтін боламыз. Миксерлегеннен кейін бізде осындай масса шығу керек, яғни төңкерген кезде біздің ақуызымыз төгілмейтіндей болып миксерленуі қажет. Енді осының үстіне лимон қышқылы мен крахмалды салып тағы да миксерлейміз. Бізде осындай масса шықты. Енді осыны пергаментке салып, жақсылап тегістеп шығамыз. Және де 150 градуста 20-30 минут көлемінде пісіретін боламыз. Бізде осылай пісіп шықты. Енді оны келесі пергамент қағазына төсеп суытатын боламыз. Кемінде 20 минут суы тиіс. Содан соң енді крем дайындауға кірісеміз. Алдымен сливкені жақсылап миксерлеп бастаймыз. Содан соң қант ұнтағын немесе қантты салып миксерлейміз. Менде бұл жолы қант болды. Неге бізде осындай крем шықты? Крем өзінің формасын жақсы ұстайды. Содан соң кремімізді рулеттің ішіне жағып шығатын боламыз. Мен кондитерлік қалтаға салып жақтым, бірақ соңында бәрібірде тегістедім. Міне енді осылай бағана төсеген пергаменттің көмегімен рулетімізді айналдырып шығамыз. Содан соң оны ыңғайлы ыдысқа салып, осылай насадканың көмегімен әртүрлі өрнектерді шығаруға болады. Міне бізде осындай меренгве рулет дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасауға кеңес беремін. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.